Сәлеметсің ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы гүлге су құямыз. Мы поливаем цветы. Гүлге су құямыз. Оқылым 91-ші бетті ашамыз. Бұл жерде сендер сөз жұмбақты шешу керексіңдер. Вы должны разгадать кроссворд. Бірінші терезе, бірінші қызғалдақ, екінші терезе, үшінші раушан, төртінші шар. Келесі тапсырма айтылым. Екінші тапсырма 92-ші бет. Тірек сөздер арқылы сендер сөз тіркестерін құру керексіңдер. Раушан ұзын, роза длинная, бәйшешек қысқа, подснежник короткий. Бәйшешек әдемі, қоңыраугүл көк. Қызғалдақ аз, мало тюльпанов. Раушангүл көп, много. Раушан қызыл, қызғалдақ сары. Қызыл красный, ұзын длинный, әдемі красивый, сары желтый, аз мало, көп много, қысқа короткий, көк синий. Келесі тапсырма оқылым, үшінші тапсырма 92-ші бет. Қай сөйлем дұрыс? Анықта. Какое предложение правильное? Дұрыс. Анықта, определи. Определяем, какое предложение здесь правильное. Бірінші сөйлем, первое предложение. Сен анаңға гүл сыйлайсың ба? Дұрыс. Ты подаришь маме цветы? Сын обозначает личное окончание второго лица, когда сен. Дұрыс. Мен бәйшешек ұнайды. Здесь «д» – это окончание третьего лица. Нужно говорить «маған бәйшешек ұнайды». Дұрыс емес, неправильное предложение. Саған гүлді ұнайды ма? Саған тебе ұнайды, «д» тоже в третьем лице стоит. Саған гүл ұнай ма? Нужно задать вопрос. Дұрыс емес, неправильное предложение. Бәйшешек әдемі гүл. Подснежник красивый цветок. Дұрыс. Правильное предложение. Терезеде үш гүл жүр. Жүр ходит. Должно быть здесь тұр. Дұрыс емес. Неправильное предложение. Гүлге су құямыз. Поливаем мы цветы. Дұрыс. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымыз гүлге су құямыз. Мы поливаем цветы. Мыз обозначает, когда мы, да? Гүлге аяқталды. Сау болыңдар.